Қаңтар қақтығысынан кейін бұрынғы билік кетті ғой. Ол билік отбасы жайлы қазір былықшылықтың көкесі бәрі айтылып жатыр ғой. Айтыңызшы аға, елбасының саяси қателігі неде? Осы болған оқиға ол кісі үшін сынақ па, әлде жаза ма? Ол кісі 30 жыл бойы сынақпен болды. Ендігісі жаза. Мен енді бұрын Қасқа жол деген YouTube каналдың сұхбатында мен ол кісі туралы көбірек айттым. Сосын қаңтар қырғынынан кейін Назарбаев болудағы мақсат не деген үлкен мақала жаздым. Ол Ермұрат Бапидің газетінде жарияланды. Мына әлем жәлемінде жарияланды. Көптеген халықтың пікірін туғызды. Қарсы пікірлер болған жоқ маған бұл мәселеде. Мен өзімше сол талдадым. Қай жерден кеткенін, қателігін. Енді өлгенше мәңгілік отыра берем деген өзінің кейпінен енді тарих талай дәлелдеген қателік қой. Көз алдымызда болып жатырған. Кешегі Чаушескуларды қалай ақырымен аяқталғаны белгілі ғой енді мысалы. Басқа нелерді мысалы келтіре бермеген. Енді соның бәрінен сабақ алмаған, тек таққа мінген күні өзін құдай санаған адам енді ол ақыры немен бітеді. Енді ақыры белгілі ғой. Солай болды. Сондықтан енді мен бұрын табалай берген, табалаудың қажеті жоқ қой. Енді табаның жолы тар деген сөз бар ғой қазақ. Мен табалап қайтамын. Оны Құдай өзінің жазасын өзі береді. Уақыт өз төрелігін айтады. Мен кезінде айтатынды айттым. Оның қателігі не екенін. Заманында, сол уақытында сол екі сайлаудан кейін орнына лайықты азаматтарға беріп тастап кеткенде мұндайдың ешқандай ештеңесі болмас еді. Жат күштерменен сыбайласып, ағайласып, жат күштермен жең ұшынан жалғасып, өзінің ұлттық рухани құндылықтарына шабуыл жасамағанда өзінің бүкіл қазынасы. Мысалы, біз бала сату деген сұмдықпенен айналысқан елміз. Сәби жетім балдарын сату деген. Кешегі жаңа жетімін жылатпаған, жетімін қаңғытпаған елдің ұрпағы біз әлемге масқара болдық. Сол меніңше сол бала сату деген мәселе бұл әлемдік шақыру болды. Бүкіл әлемнің аждаһа құбыжықтарын Қазақстанға шақыру болды. Келе беріңдер. Бізде сатылмайтын ештеңе жоқ. Біз өзегімізді жарып шыққан перзентімізді де сатып жатырмыз міне. Бізде бәрі сатылады. Бізге келіңдер тездеп деген бұл шақыру болды. Міне соны ұйымдастырған адам онда не деуге болады енді. Бұл бұрын сол сынақта болды, ол сынақтан өте алмады, енді қалғаны жаза. Осы тақырыпты бір мына соңғы сұрақпен түйіндейінші. Жалпы 30 жылда жағымпаздық біздің елімізде ұлттық идеологияға айналып кетті ғой. Кім президентті мақтайды, жақсы қызмет алады, кім президентке ескерткіш қою керек деп айтады. 25-тегі жас бала университетті бітірген жігіт мәжілістің депутаты атанады. Бізге 30 жыл бойы осы билік жағымпаздықты насихаттады, миымызға сіңдірді. Қазір енді бәрі елбасынан сырт айналып жатыр, енді Тоқаевты көкке көтеріп жатыр. Қаңтар қақтығысы кезінде елден қашып кетпеді, ол саяси тұлға, ол елбасының қателіктерін қайталамайды деп төбемізге көтеріп жатырмыз. Айтыңызшы, Тоқаевта жағымпаздыққа қарсы иммунитет бар ма? Енді дүниедегі ең бір жағымсыз қасиет жағымпаздық қой. Өте сүйкімсіз қасиет. Бұл рухы қашқан елде болатын. Бұл жаман індет қой. Бұл әбден жаңағы рухани деградацияға ұшыраған, әбден құлдық қамытын санасына киіп алған ұлттарда болатын өте жағымсыз нәрсе. Ол рас, сол биліктің бұлбұлдары 30 жыл сайрады. Түрлі әңгімелер айтты. Енді ол қазір енді мынау ақпараттық әлем деген бәрін көрсетіп тұр айна. Оның жамандығы мен жақсылығы бірдей. Енді сонда тұр ер аға, нұр аға, жалғызым жан аға деп ән шығарған, тіпті өмірінде жеті нотаның түгендеп көрмеген бір билікте жүрген, депутат болып сенатта жүрген жігіттер де сондай ән шығарып кетті керек болатын болса. Енді осының бәрі де жақсылыққа апармайтын нышан, ишара еді. Тұлғалы жағымпаздыққа ұрынбаған тұлғалар болды. Мен мысалы өзімнің алдымдағы ағаларым, кеше ғана 75-ке толып отырған Иранғайып ағаларымыз, Темірхан Медетбек ағаларымыз, кешегі марқұм Есенғали Раушанов сияқты ағаларымыз, бұлар жағымпаздықтың шекпеніне тығылған жоқ. Өздерінің ақсиып ақиқатын айтып, өтетіндер өтті, өтпегендер бар. Құдайға шүкір, сондай азаматтардың, сондай арлы ақындардың қалғанына шүкір қазақтың даласында. Ал енді Тоқаев
жарнамалау, Тоқаевты насихаттау, Тоқаевқа жағыну, енді ол бұрынғы жаңағы ауру қалса да әдет қалмайды дей ма? Ол біз ауру сананың иесі болып қалған. Тобырлық санада жүрген көбіміз. Енді Құдай кешірсін, мен халқымды тобыр деп айта алмаймын. Ол халық деген енді Құдайдың бір сипаты ғой, жаратушы. Бірақ ол сапаға көтеріле алмағандар, жаман ауруды жұқтырғандар, ол тобыр. Сондықтан бұл тобырлық сана мұнысын әлі қоймайды әзір. Тоқаевтың атын жамылып, айналасынан шығуы мүмкін, туыстарының ішінен шығуы мүмкін, жақын жуықтарының, ұрулас тайпаластарының ішінен шығуы мүмкін. Мысалы, атын жамылып түрлі қадамдар бас. Ондай әңгімелерді естіп те жатырмыз қазір, шет жағасын. Енді бірақ менің айтатыным, бұл кісі президент болып сайланғаннан кейін Түркістанға барып, Әзірет Сұлтанға зиярат қылды. Ұлытауға барып, Жошығанға зиярат қылды. Маңғыстауға келіп, Пірбекетке зиярат қылды. Содан кейін халықпен кездесті. Мен сол кездесуге менде болдым. Сол кезде Тоқаев келе жатыр деген хабар шыққан бойында 14 Ақтау қаласында 14 билборд ілініп үлгерген екен. Тоқаевты мадақтаған, насихаттаған деген жарнамалаған. Соған енді соны қасындағы жігіттер ескерткен болу керек. Соны жиынның үстінде айтты. Мені осындай 14 не ілініпті, оны алып тастаңдар деді. Маған оның неге қаражатын жоқ балаларға неге пайдаланбайсыңдар? Маған ондай нәрсенің керегі жоқ деді. Ол елбасыға керек деді, ондай құрмет деді. Мен осы сөздің астарынан сол жерде бір сарказм аңғардым. Мен сол сарказмдан үміт еттім. Түсіндің бе? Маған керек емес деді. Ол елбасыға керек деді. Мұндай не? Жалпош қолпаштар деген әңгіме ғой. Сондықтан білімді адам, кітап оқыған адам, өткен-кеткен тарихты таразылаған адам ондай жағымпаздықты қабылдамайды деп ойлаймын. Ал енді өз басым түкірігі түп дегенде аспанда қатып қалатын Назарбаевқа да жағынған жоқпын. Иншалла Тоқаевқа да жағынбаймын. Күнімді көрем, өмірімді өткізем деп ойлаймын. Бірақ айтылатын жерде ақиқатымды айтам. Құдай таңдайымнан тілімді жұлып алмаса, маңдайымнан көзімді ағызып жібермесе.